Саламатсыздар ма? Бүгінгі видеода мектеп оқып жатқан балаға табельді қалай беру туралы көрсететін боламын. Видеоға назар аударайық. Ол үшін күнделік газетке кіреміз. Логин паролімізді жазамыз. Күнделік газетке кіргеннен кейін мектептің ішіне есептерді басамыз. Содан кейін сол жағында үлгерімі деген бар. Ол жерден оқушылар дегенді таңдаймыз. Оқушылар, мысалға 11-ші А сыныбы. 11-ші А сыныбы оқушыны таңдаңыз. Оқпабек Д деген бала. Есепті құрастыру. Барлық кезеңдер бойынша деп шығар. Бұл жерде барлық бағасы қорытылған ба, соған назар аударамыз. Одан кейін басып шығару. Басып шығару барысында мұнда табель нөмірін қойсаңыздар болады. Егер білетін болсаңыздар, немесе қаламмен жазсаңыздар болады. Бұл жерде мысалға 0089 осылай жазсаңыздар, табельдің ішіне де сыртына да осы нөмір қойылады. Ал егер табель нөмірін білмейтін болсаңыздар, кейінірек ала салам дейтін болсаңыздар, төменгі сызықшаны қоя салсаңыздар болады. Таңдау бойынша пәндерге бұл жерге жазбай қойсаңыздар болады. Егер бала 3-ші тоқсанда кететін болса, яғни 1-ші, 2-ші тоқсанда оқыған болса, онда тәртібіне 1-ші тоқсанға жақсы, 2-ші тоқсанға да жақсы, 3-ші тоқсанда оқып, 4-ші тоқсанда кететін болса, 3-ші тоқсанға да жазып шығасыздар. Одан кейін бұрындары ЕЦПГ мен қол қою бар болатын. Яғни қазіргі таңда документқа уақыттыратын, ол кезде автоматты түрде документқа өтетін. Қазір документқа өтпей-ақ, ЕЦП қол қоюды баспай-ақ, басып шығару батырмасын бассаңыздар болады. Басып шығару барысында мұндай табель шығады. Міне жаңа төменгі сызықшаны қойдық, мына жерге ручкамен өздеріңіз қолмен жазып шықсаңыздар болады. Мына сыртына және ішкі жағына бұрышқа. Немесе жаңа 0089 деп жазып қойыңыз. Оны электрон түрде жазатын болсақ, мына жерге 0089, мұнда да сол нөмір жазылатын болады. Ары қарай 1-ші, 2-ші тоқсан бойынша, яғни ата-ананың қолы қойылады, сынып жетекшісінің қолы қойылады. 3-ші тоқсаннан бастап мынандай Z әрпін сызсаңыздар болады. Ары қарай сынып жетекшісінің қолы, директордың қолы және директордың мөрінің орны. Видео ұнаса лайк басыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер.